Ақыры осыдан не ғана келсің ғой сен, Абайды мұсылман болмаса оқыма деп жатсың ғой. Христиан ба, мысалы құдайсыздар жасаған немесе мұсылман еместер жасаған тиктокты неге қолданасың? Тим Бернерс-Ли деген құдайсыз жасаған интернетті не үшін қолданып отырсың? Сен қолыңда айфон ба? Айфонның главный, если что, мына жерде мұсылмандар болатын болса, 585-тің ішінде. Айфонның главный директоры Тим Кук деген адам, открытый гей. Айфондарыңды лақтыр жеріңдер мусорға қазір. Мұсылмандар, мына асаны қолдап жазып отқандары бар ғой, арттарың шыдайтын, до конца бара алатын болсаңдар, телефондарыңды мусорға лақтырыңдар. Айфонның главный директоры, CEO-сы Тим Кук деген открытый гей, еркек күйеуі бар. ChatGPT-ді қолданып жүрген мұсылмандар бар ма араларында? ChatGPT-ге жолаушы болмаңдар. ChatGPT-дің бастығы, анау ChatGPT-дің главный директоры бар емес па? OpenAI-дің. Ол да гей. Открытый гей күйеуі бар оның да вообще. Давайте до конца көріңдер енді қолданбай. Айфондарыңды лақтырыңдар, ChatGPT-ді қолданбаңдар. Мына TikTok деген, ByteDance деген Қытайдың компаниясы. Қытайдың коммунистік несімен, партиясымен тікелей байланысы бар компания. Ал коммунистік партия Қытайда лагерлер ашып, мұсылмандарды лагерге тығып, дінінен айырып жатыр. Қытайды қолдағыларың келмесе, TikTokты қолданба. Подарка сатып алма TikToктан. Шыдай ма арттарың? Facebook, Instagramға кірме. Вообще, оның Марк Цукерберг деген адам вообще мұсылман емес. Facebook, Instagramның авторы. YouTubeға кірме. YouTube'ты да жасаған мұсылмандар емес. Қай жерге дейін бара аласыңдар, давай. Не қолданып жүріңдер? Айтыңызшы, интернетті жасаған Тим Бернерс-Ли, электр айнымалы токты жасаған кім? Мына күнделікті үйлерінде жанып тұрған айнымалы токты жасаған Тесла мұсылман емес, свет жақпа. Анау үйінде жанып тұрған шамды жасаған Томас Эдисон мұсылман емес, шам қолданба. Вильгельм Рентген, сенің анау аяғың сынып қалса анықтайтын рентгенді жасаған Вильгельм Рентген деген неміс. Қолданба рентгенді. Ертең рак болып қалатын болсаң, ана химия, радиацияға түсесің. Химияның радиацияны ашқан адам, ол Мария Кюри деген адам, поляк. Вообще мұсылман емес, жолама оған. Не бар тағы? Машинаңды да мусорға лақтыр жер. Оны жасаған, мына концерндегі машиналарды жасаған Генри Форд деген адам болған. Генри Форд та мұсылман емес, мінбе машина. Астыңдағы мініп жүрген қай машинаң мұсылмандардікі? Жазыңдаршы астына, не бар қолданып жүрген қолдарыңда? Мұсылмандар жасап беріп атқан не бар қолдарыңда? Ботыңа жапырақ байлап орманға кетіп қаласың қазір, на принцип до конца бара алатын болсаң. Өңки кәпірлер мен құдайсыздардың жасаған дүниесіне отырып алып, сонымен кіріп отырып, еще бізге әңгіме айта ма? Абайды оқыма деп мұсылман болмаса. Әр адамды әртүрлі қасиеттері үшін құрметтейді. Бірақ ол дініне байланысты емес. Мықты физик болуы мүмкін, физиканы оқимыз. Бірақ оның діні бізге қызық емес, бізге оның үлесі маңызды. Абайды да оқимыз, Абайдың бізге ойшылдығы, өлеңдері маңызды, бізге оның діни ұстанымы маңызды емес. Мұқағалиды да оқимыз, бүкіл әлем әдебиетінде оқимыз, олардың діни ұстанымы мен көзқарасы бізге маңызды емес. Олардың сол салада қосқан үлесі, сіңірген еңбегі маңызды. Элементарный нәрсе да. Жо бір зор дүние айттым деп деңгейлерің осындай ма? Таңғаламын вообще. Ыбырай дейді, Ыбырайдың ана өнер білім бар жұрттар деген өлеңін неге оқымайсыңдар? Ыбырай сол кезде кәпірлерге тамсанып отырған жоқ па? Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден әп-сәтте хабар алғызды дейді. Сен айтып отырған Ыбырай тамсанып отыр. Анау діні жоқ,
дінсіз кәпірлердің қалай ғылым білімнен алға кетіп қалғанына тамсанып отыр ыбырай. Сен болсаң бір құдайға сеніп дегенді, бір Аллаға сеніп дегенді өзгертіп соған мәзсің. Сол өнер білім бар жұрттар деген өлеңнің соңында ыбырай айтады, біз надан боп өсірдік иектегі сақалды, өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды, біз болмасақ сіз барсыз дейді. Келер ұрпаққа айтады, сендерге бердім батамды дейді. Бір сөзін оқып алып әше бәле дейсіңдер еще.